Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер және де достар, сіздермен бүгін мен Clash Royale арнасы. Достар, мен бүгінгі Let's Play'імді Clash Royale'мен жалғастырғым келіп отыр. Менде неге Let's Play шықпай кетті десем, менде соңғы кездері Wi-Fi қуып жүр. Яғни видео шығуға мүмкіндік бермей жүр. Және де бүгінгі тақырып жалпы менің кландағы жігіттермен, яғни Казах Форсы кландағы жігіттермен мен дуэл ойнайтын боламын. Және де осы видеоға түсіріп, асын ютубқа салам, өте қызық болайын деп тұр. Және де менің кланым, яғни топ Қазақстан бойынша 30-ші орында тұр. Бұл деген өте нормальный, себебі шетелдік кландар немесе орыс кландар өздерінің местоположенияларына Қазақстанға қойып, өздерінше типа топ клан деп ойлайды. Мен мысалы Русаки деген сияқты. Және де так, енді біз не істейміз? Так, бүгін көп балалар бар деп ойлаймын. 7 адам онлайн екен. Енді бірінші дуэлді кіммен бастаймыз, соны көретін болам. Ал кет. Кім қабылдайды екен? Кім бар екен? Қазір көрейік. Мүмкін қанат дегенмен дуэлге шығады. Оу, Нұржан деген жігітпен дуэл. Нұржан. Удачи дейміз. Оу, бол деймін ба. Енді өзін істейміз. Істейміз. Енді осылай жабамыз. Так, кішкене алу керек базасын. Кішкене болсын жарақаттадық видманы. Оу, бұл деген енді өте қиын болайын деп тұр. Шамасы. Мен сияқты пушка қойып апты. Қатырат. Так, енді мен осындай составымен шығыңыздар достар. Мен осымен бүгін неге жеттім? Арена 5-ке. Сосын мен мынау монеметі бір нәрсе деп айта алмас. Алтын мұстын екі еліктерге өте ыңғайлы және де простой нәрсе. Так, бұл деген өте керемет. Сосын арзан. Мен соны өзі бүгін 5-ші өлеңге дейін өлшеп тұрдым уже. Себебі осы маған түсе берді. Не екен білмеймін, маған канал мыналар түскен жоқ әзірше. Және де үш супермагический сундук немесе ада басқа түспегеніне өзі көп болды. Әлде маған бұйырмай ма бір нәрсе болып тұр. Так, енді екі башасында да аз хп қалды. Енді қазір 5 минуттықты қосатын болады. Бүйтеміз. Және де бүйтеміз. Бүйтеміз. Алға болсын. Давай, ал. Ай, красавчик, молодчик. Так, енді қарсыласын миньонын өлтіріп аламыз. Так, бұл жерде біз не істейміз? Енді жалпы осылайша өлтіріп аламыз. Так, енді бізге асық болу керек. Енді екінші башнясына кезек аламыз. Екінші башнясы да кетті уже. Бұл деген өте керемет. Енді 2-0 есебімен жеңдік. Нұржан деген жігітті. Красавчик. Отличная игра. Және де осылай смайлық жіберетін боламыз. Енді келесі өлді кіммен ойнаймыз? 10 секунд. Біз оған дейін Жангелдінің повторын көрейік. Өте қызық повтор деп ойлаймын. Көрдім бұны айтпақшы. Бұл деген өте қызық повтор. Қараңыздар достар, мен қазір 2-ге қоя тұрам. Бұл жерде Жангелді басында өте қателік жасады. Өте үлкен қателік жасады. Және де көз тұрғандарыңыздай көресіздер. Осылай
міне көрдіңіздер, принц шықты, принц өлтіріп алды. Бұл контри жеткен жоқ принцті, яғни қараңыздар, контри жетті ғой, бірақ немен жауып тастады. Осылайша көріп тұрғандарыңыздай принц өлтірді башняны, артындағы гоблиндермен бірінші башнясынан айырылды. Және де қараңыздар, енді миньондармен мыналарды жабуға бел буды, рейдж қосты, бірақ қайтадан принц көріп тұрғандарыңыздай көрдіңіздер ме? Мынаны атады, қазір тағы нені лақтырады, стрела. Көріп тұрғандарыңыздай тағы да екінші башнясынан айырылады. Екінші башнясынан айырылды. Енді қызық нәрсе олды да. Қараңыздар достар, гигант пен ведьмамен шығып баратыр. Оның атынан шарды лақтырады. Өте керемет. Бұл өзі шаровод бала. Енді қазір осымен ойнайтын көреміз енді. Бұл қазір жемлеміз көтшін. Қараңыздар, мына жақтан шауып жатыр. Және көріп тұрғандарыңыздай аз қапы қалды. Осылайша көріп тұрғандарыңыздай 3-2 есебімен Жангелді ұтып кетті. Және де кубокты алды. Өте керемет повтор. Енді біз дуэлге көшейік енді. Повтор көп көріп кеттік ойдым. Енді так. Кіммен чатты оқитырайық оған дейін. Қайте ойнадым дейді. Ха-ха-ха. Мынау келесі Асылбек. Вау, Асылбекпен ойнайтын боламыз. Так, енді бұл жерде біз не істейміз? Бір дуэл ойнадық, енді үшінші дуэл ойнау керек сияқты. Бұл деген өте қиын ойындырып тұр бізге. Бір башасын алдық. Өте керемет. Дракон жіберді. Миньондардың дракондарын өлтіріп тастады. Енді біз ратуша бармаймыз, бұлай немен барамыз. Принц пен варварларды бірге жіберетін боламыз. Асылбек деген ойланып қалды ғой. Мен оны контрейд етем ма десем, бірақ контрейд еткен жоқ. Біз азмен шамен ведьманы өлтіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай башня уже сынды деп ойлаймын енді. Мына жақтан орда миньонды жібере салайық. Енді башня сынды. Өте керемет ойын Асылбекпен. Енді келесі турнир. Слава дейді. Так, енді келесі адамды көреміз енді. Казах. Енді казахпен ойнайтын боламыз. Казахпен ойнайтын боламыз. Так, бұл енді өте қиын противник қотты ойлаймын енді. Бұндай противниктерден спасаться ету қажет. Фриз лақтыр. Менің варварларымды қатырып тастады және миньондарымды бұл деген ашуымды келтіріп жатыр. Дедік. Молодец. Енді саған екі башасында сындыра алмадым, бірде-бір қапысын. Так, бұл мені күтіп жүр өйдім я? Онға чисто деф өйдім. Дева атака жасамай жатқанына қарағанда осындай болып тұр. Отвлекающий маневрді қосайық. Мен варварларымды дұрыс жіберген жоқпын. Мен варварларымды дұрыс жіберген жоқпын. Көрсін, опаны өлтірдік мақтар өзіңіздер ма? Мынада мақтар қойшы. Майо. Менде бірде-бір дым жоқ. 5-ші атенадан тек қана жаңағы разрядтан басқа. Бір нәрсе дейді. Так. 1076 қапы қалдырдық. Кішкене біздің пользада. Бұған.
Оу, детка. Мә, базар жоқ. Осы чейінді бұл ойын күн жаққа созайын деп тұр өзім. Отвлекающий маневрін жіберем. Содан анау миньондан дақтарды, ана мынау деген сияқты. Берілмейді ғой мына таза. Так, біз енді амал жоқ, огненный шарды қолдану керек. Опасно. Разрет алсам, жиіндік. Қазақты жиіндік, өте керемет. Үшінші ойында да жиіндік. Go дейді, опыт жинайт дейді. Қазақ go дейді. Ана енді қабылдандар енді. О, майо, жетінші арена. Спасибо и сағанда удачи. Енді ол өте қиын болайын деп тұр. 1500 кубок. Кәдімгі біздің подбор сияқты болайын деп тұр. Так. Отвлекать ете ма? Мәсі. Мусорларды қаптап тұсырым. Енді менде орда скелетов деген карта жоқ, өте қиын екен, оны депке өте нормально керек зат. Так, енді біз не істейміз? Пушканы құрып алайық. Вот следующий миньон. Миньон енді мықты ойнап тұр. Удачи, ух ты дейді. Саған да удачи, достым. Егер сізде 1400 кубок болсаңыздар, кіріңіздер, достар. Мәссаған. Ё-мое, істеп жасаймын ойдым. Стреланы атайық, кішкене хотя бы жүзіндарын алу үшін. Мынау жүзін алдырмады ғой таза. Жүзін алмасын, бұнаны қолданамыз, амал жоқ. Достар, егер мен ойнай алмай жатсам, комментарий жазбай қойыңыздар, себебі мен шар қолданды олмау, достым. Бірақ біз бермейміз ғой енді. Миньондарым қалып қойды. Промазы жетті, бұл деген сасқалақтап қалды деген сөз. Разрядты алсамыз, кейін болсын хпсын алу үшін. Так. Біз одан ойын асырдық. Бірден өлмей суперменді жиіндік. Өте керемет ойын. Красавчик. Енді тағы бір ойын ойнап жіберейік. Ильяспен ойнайық. Осы біздің кландағы топ игрок Ильяс деген. Ойынға Жангелдімен ойнайық. Так. Ильяспен өте қиын болады, енді точно отвечаю, жеңем.
ол жай ойыншы емес деп бекер айтқан жоқпын, көріп тұрмын. О, ледяной герой. Ол біздің енді андай смайли жіберудің несі, папасы. Так. Енді біз не істейміз? Так, не шығарамыз? Отвлекающий маневр жасаймыз өзіміздің. Енді о, мына жақтан отвлекать қалды, достар. Жасайық. О, мен қазір бір башымды алып кететін сияқты. Алып кетті. А жоқ. Ой, ледяной Максимді атырасың. О. Сындырды. Өте керемет. Красавчик. Ол бұл жерден де қолданудың қажет жоқ деп ойлағанмын. Давай. Алды. Өте керемет. Так. О, мен стрела лақтырам ба дегем. Енді бұны контрдету ғана қалды. Мәсән. Қапалат жүрді. Бізде қалыспай атакамыз жалғастырайық. Magic Fire деп бұл да қоймайды. Келе қойып, достым. Үлгермей қалдым ба, йо-майо. Ашыл, достым. О, Ильясты жеңдік. Бұл деген өте керемет атака болды. Мен болдан негізі жеңілетін, бірақ сіздердің көмектеріңізбен бәлді видео түсіріп болғаннан кейін ба болды. Жангелді қайда екен? Жангелдімен ойнайық. Біздің топ бірінші орында тұр ғой енді жалпы. Так. Енді соны күтеміз. Жангелді қайда? Жангелді деп жазып жіберейік. Мен Жангелдімен ойнап, сосын аяқта екенді. Мен осы туфына қазақ кіріп кетті ол. Мен негізі Жангелдіні шақырып ем. Енді мен не істеп жіберейін осын. Мен специально жеңілдіре салайын, себебі мен ойнамай қойым бұдан. Мені жеңе берсін. Менде негізі 4 адаммен атака шықтым, 4-еуінде жеңдім. Мен жай жібере салайын, себебі мен Жангелдімен ойнағым келген, бірақ мешайт етіп тұр. Бірақ мен Жангелдіні шақырғам. Мен осылай бере салам. Зачем фризу юзать? Мен по-любому атака жасамайым ғой. Мен осылайша жеңді. Мен бұны ойнадым ғой. Жангелдіні шақырдым ғой. Чатым ұшып. О, Жангелдімен енді осымен аяқтайық. Жангелді деген өте керемет 7-ші арена. 6-ші арена, я қайтесің. Ой, 7-ші аренада қоқ кеттім ғой. Спасибо и саған да удачи, достым.
Енді бұл өте қиын болайын деп тұр. Мәссаған, ё-моё, осындай талпа ордалар көрем. О, маған бітті, енді капец болайын деп тұр. Себебі гигант деген дәу мәселе бар өзі деді. Дәу нәрсе өзі деді. Жасайын. Бір башымды алды. Бір башымды алды. Мықты. Манда бос отырмай атакаға шығу қажет. Қазір менде эликсир толсын, достар. Атака еще маневр өзім істеген, сонымен қазір атакамды жалғастыратын боламын. Оу, мес. Пекка деген деу бар енді. Шымпыста Пеккамен ойна деген әңгіме бар ғой. Оу. Мен бір башымды алды. Ай, ғабәт деген ай. Хотя бір башына сындырып кетеген на память. 5 атака ойнадым. Біреуінен жеңілдім, 4-ін жеңдім. Красавчик. Осымен мен летсплейімді аяқтайын, достар. Сіздерге летсплей ұнады деп ойлаймын. Себебі осындай сіздер үшін түсіріп жатырмын. Егер де сіздерге видео ұнаса лайк басыңыздар, және де каналға тіркеліп кетіңіздер. Енді келесі видеода кездескенше, достар, және де кланға кіруді ұмытпаңыздар. Мен 1400 кубоктан қоям. Және де осындай енді астында болған игроктарға тек берілініп отырады. Амандықта кездескенше, келесі видеода кездескенше, сау болыңыздар, достар.